кигізу арқылы дәл сол звонок тоқылсын шығарған. Өте мықты. Міне мынаны жабық өте берік ішіндегі нәрсе. Сол жағы бұл киіз үйдің сол жағы. Одан кейін үйдің оң жағы бұл бойдақтардың жағы. Егер оң жаққа шымылдық құрылған болса, оң жақта шымылдық құрылған болса, оң жақ босағада тұрады. Келгенде қойып кетеді да, шығып бара жатқанда ала сал. Үйдің иесінің орны, оның бер жағы бәйбішенің орны, оның бер жағы бәйбішенің орны. Одан кейін сол жақ босаға бұл әйел азаматтардың жағы. Кухня ғой қазіргі айтқанда. Бұл кебеже, шай сандық, өзінің аты айтып тұрғандай, бұл кухня гарнитур қазіргі шай сандық кебеже. Ішіне жаңағы әжелерімізді шайға тістейді, тәттілерін салып қояды, аузында түтеп қою мүмкін. Немесе шыны сынып қалатын аяқтарды, шай аяқтарды осы шай сақтың ішіне салып қояды. Мына керме деп аталады. Керме деп аталады. Осының ішіне де майлаған жаңағы үстін майлайды ғой, бүйткен отпен жылатмайды. Сол кезде барлық ырым тыйым жасалатын осы ошақтың орны болып есептеледі. Осында 7 бөліктен тұрады киіз үй. Енді сүйектер де 7 атаудан тұрады. Сүйектер. Бірінші қыблаға қаратып табалдырық қоямыз. Бірінші қыблаға қаратып табалдырығын қоямыз. Одан кейін мынандай навалар болады, мына босаға деп аталады. Босағасы бұл қасиетті үйдің босағасы, оң аяғымен аттады деп келін түскенге айтады, босаға аттады деп. Одан кейін мынау сықырлауық деп атайды кесігін. Және маңдайшасы. Енді керегені жайған кезде сол жақтан бастап жаяды. Себебі сол жақ тіршілік жақ деп айтады. Жаңағы айтқан азық төлеп, ыдыс аяқ осы тіршілік жақта тұрады. Оң жақтан адамды шығарады, ең адамды шығарады. Сондықтан киіз үйдің керегесін сол жақтан бастап жаямыз. Сосын ортада бақан деген ағашы болады, қақ ортасын анықтап аламыз да, сосын сол нүктеге бақанды тіреп, мына жақтан 2 ер адам ұстап тұрады, бақанды 4-5 әйел адам шаңырақты алып береді де, содан кейін барып жан-жақтан уықтары шаншиды. Егер уық шаншысып жатқан уық киіз үй көтеріп жатқан кезде уық шаншуға келмесе, көріп тұрып келмесе, баласының белі бүкір болып қалады. Уықтың белі сияқты баласының белі бүкір болып қалады. Сондықтан кім киіз үй тігіп жатырса, көрген адам міндетті түрде келіп, осы уық шаншысы керек. Керегесі, уығы, шаңырағы деп аталатын 7 атаудан тұрады екен киіз үйдің сүйектері. Енді одан кейін жабындыларына келетін болсақ, сыртқы жабындыларына шаңырақтың үстінде түндік тұрады, білесіңдер, ерте тұрып ителіп келіп түндік ашады. Оның бірінші мақсаты жарық түсіру болса, екінші мақсаты ерте тұрған адамның энергиясы көп болады ғой, таңның энергиясын үйге түсіру. Екінші мақсат. Одан кейін оқтың үстінде жабылатын 2 үлкен киіз үзік деп атайды, алдыңғы үзік, артқы үзік деп аталады. Оның астында, үзіктің астында, мына кереге мен оқтың аралығында туырлық деп аталатын 5 киіз болады, және іргелік. Жаңа байқаған боласыздар, неге киіз үйдің барлығы ақ киіз қойдың ішінен басқа, неге іргелікті қара қойдың ішінен басқа деп ойлайсыздар? Қарақұрт деген өте улы жәндік, дер кезінде көмек көрсетпесе адам өліп кетуі мүмкін. Сондықтан қара қойдан қарақұрт қорқады. Бір жерге ағаш тіген деп белгілесеңіз, бірінші қара қойды өргізіп алады екен. Ол жеп қояды екен қарақұрттарды. Қарақұрттар жеп қояды екен, өргізіп алады. Содан кейін барып, сол құрт құмырсқа неге қарақұрт шаян кірмесін деп іргелікті қара қойдың ішінен басады. Сосын бау бастыруларына айта кететін болсақ, киіз үйдің басты 2 бастыру болады, қызыл бастыру және ақ бастыру. Бір бастыруды тоқуға 6 ай уақыт кетеді екен. Қызыл бастыру тықырлап тоқылынады, ақ бастыру түктеп тоқылынады. Қазіргі 3D деп айтып жүргенімізді біз әжелеріміз сол кезде тоқып тастаған. Енді жас кезінен бастап қыз балаға кішкентай уже өскеннен бастап 5-6-7 жасынан бастап ұршық үйірбелетсе сәл өскеннен кейін уже бау бастыру тоқуға отырғызып үйрете бастайды. Себебі өрмектің үстінде бүйтіп отырған кезде мына 2 шабы ашылып отырады да, сол жамбасы ашылып отырады. Енді бұл не үшін? Бала босануға жеңіл болу үшін. Сол жас кезінен бастап мына жамбасты ашып үйрете бастайды бала босану. Бұл кезде медицина дамыған жоқ, оң жақта өмірге келіп, оң жақта өмірден өтті деген бар ғой. Себебі неге? Осы шымылдықтың ар жағында ауылдың үлкен әйелдер босандырып алады. Келін оң жақта осы жақта өмірге келеді. Содан кейін барлық салт-дәстүр осы киіз үйдің ішінде жасалады, иә. Баланы жаңағы суға салу, шомылдыру, суға түсіру, жаңағы пішпе тойыс, жаңағы барлық осы үйленгенге дейін осы барлық дәстүр киіз үйдің ішінде жасалған мектепте. Сосын оң жақтан өмірден шығарып жібереді. Сол сөз бала босануға жеңіл болсын деп кішкентайдан бастап сондай бау бастыру тоқуға үйрете бастайды екен. Енді тұнып тұрған білім деген екен, Семен Тяншанский деген бүкіл әлемге белгілі ғалым сөйтіп айтқан екен. Енді жаңағы айтып кеткен біздің киіз үйіміз барлық жағынан сән салтанатымен ерекшеленіп 2014 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілді. Біздің Маңғыстаудың киіз үйі. Неге материалдық емес мәдени мұра? Бұл көзге көрінеді, қолмен ұсталады, былай қарасаң материалдық да. Ал бірақ бұның ішінде бау бастыруларын тоқуы бар, киізді басуы бар, иә. Барлық көзге көрінбейтін аналарымыздың шеберлігі бар. Мына шым ораулы шиді орауы бар, бұны тоқуы бар, иә. Барлығы көзге көрінбейтін үлкен еңбек бар. Сондықтан материалдық емес мәдени мұралар тізіміне
Сондықтан материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілген. Бұның барлығы натуральный, алдарыңызда тұрған киіз үйдің киізі де бауы барлығы натуральный, тек мына шашақтар ғана. Себебі ішіне съемка жасайды, жаңа ұзатылатын қыздар ішке келіп осы жерге суретке түседі. Сонда фотографтар былай ұстайды. Сондықтан мені ғана искусственный қылып қойдық шашақ. Ал барлығы натуральный. Енді үйге кірген кезде қамшының іліну әдісі бар. Алдарыңызда тұрған осылай іліну керек. Егер толық отбасы болса, қамшы осылай ілу керек. Ертеде Құдай қонақ көп келеді ғой үйге. Құдай қонақ көп келеді. Сол кезде үйге кіргенде қамшының ілінісіне қарай, ол үйге мысалы ер адам жоқ үйге ер адам қонақ болып келмейді ғой, қонбайды ғой. Сондықтан қамшының ілінісіне қарайды да, егер қамшының басы салбырап тұрса, ол үйде ер адам жоқ. Қонақ ол үйге қонақ болып келіп қонып жатпайды. Иә, осылай. Жоқ болса үйде ер адамдарды жоқ деген сөз. Иә, салбырап. Мені бұл үй қонақ қылып қабылдаған жоқ деп оларға шағым түсіруге құқылы болған. Егер ондай шағым түссе, сол үйге аттан айып салады. Өзекті жағып күштетіп, шоғы күштетіп тіпті күштетіп. Енді мынау қоржын деп аталады. Плитчаста рюкзак сумка бар ғой қазіргі. Рюкзак сумканы қоржын. Міне жолға шыққан кезде ердің басына іліп алады, мынаумен немесе иығына былай асып алады. Бұның замокты білесіңдер ғой, қараңдар, замоктың тоқылысы. Дәл сол замоктың тоқылысы. Мына екі ілмекті бір